Бүгін егер қайғы қападан, қияматтағы азаптан, азап тозақтан құтылам десеңіз, бұзықылықтан құтылам, арқандай фитнадан құтылам десеңіз, бүгін дин менен пайғамбардың сүннеті бар. Нухтың дауырында, Нухтың кемесіне шыққандар аман қалса, бүгін Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам сүннетін қармағандар аман қалады. Бүгін динге қайтқандар аман қалады. Жаратқан Аллах Тағала кереметті Құр'анда «Фафирру илаллах» Аллаға қайтқыла, Аллаға чурқағыла. «Инни лакум минху надирун мубин» Мен сілерге Аллах Тағала тарауынан ачык айқын ескертүүчүмүн, сілерге мен ескертүүчүмүн деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды сүйүү бұл бейишке кирүүбүзгө себеп болот экен, урматтуу жамаат. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сахабалар бирөөсү келди, «Я Расулаллах, матаса, қиямат қачан болот?» деді. О Аллахтың елчisi, қачан болот қиямат деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, «Ва ма истаадта». Сен эмне даярдадың қияматқа деді. Қияматқа эмнең бар деді. «Я Расулаллах, ашып кеткен намазым, оразым, закатым жоқ. Бирок Аллах жана пайгамбарды сүйем деді. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, сен егер Аллах жана пайгамбарды сүйсең, пенде қияматта ал-мару ма ман ахаб. Пенде кимди сүйсө, қияматта ошону менен бирге болот деді.